Қайырлы күн достар. Эфирге Қажығызы Ньюс бағдарламасы және оны жүргізушісі мен Жанар Сәрсенқызы. 2025 жылғы 19-21 қараша аралығында Астанада Кастрафи 2025 көрмесі аясында жолдар және инновациялар халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы өтті. Бұл іс-шара биылғы жылы саланың ең ірі кәсіби оқиғаларының бірі болып, жол саласының жетекші ғалымдары мен инженерлерін, мемлекеттік органдар мен салалық ұйымдардың өкілдерін бір алаңға жинады. Конференция ғылыми шешімдер мен өндірістік тәжірибелері біріктіріп, жол саласының ең өткір мәселелерін шешудің ортақ көзқарасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар конференция аясында жол құрылысы саласындағы үздік инновациялық әзірлеме байқауының қорытындылары жарияланды. Бұл байқау жас ғалымдары мен тәжірибелі мамандарды біріктіріп, Қазақстандағы жолдарды салу мен жөндеудің экологиялық тиімді тәсілдеріне серпін беретін жаңа идеяларды ұсынуға жол ашты. Қатысушылар өндірістік қалдықтарды қайта пайдалану, екінші реттік шикізат енгізу және дәстүрлі материалдарды заманауи технологиялар арқылы жетілдіру жөніндегі шешімдерді ұсынды. Финалистердің жобалары ғылыми көзқарастардың алуанын түрлілігін, сондай-ақ салада қайталма ресурстар мен қалдықтарды қайта өндіруге маңыздылығын көрсетті. Қажығызы алғаш рет елді мекендерде қолданылатын көктайғаққа қарсы материалдарға қойылатын талаптарды айқындайтын ұлттық стандарт әзірледі. Құжаттың мақсаты қыс мезгілінде жаяу жүргіншілер мен көлік қозғалысын қауіпсіз ету және реагенттердің қоршаған ортаға әсерін азайту. Жаңа стандарт қалалық ортаға қауіпсіз көктайғаққа қарсы материал түрлерін, қасиеттерін және сапа көрсеткіштерін белгілейді. Ол халықаралық тәжірибе мен еліміздің қысқы жол тәжірибесіне негізделген. Стандартты енгізу көктайғақпен күрес тиімділігін арттырады және қауіпті реагенттердің қолданылуын азайтады. Сонымен қатар Қажығызы жасыл технологияларды енгізуге бағытталған ғылыми жобаны іске асырды. Жоба ескірген асфальтобетонды қалпына келтіріп, жол жамылғысының жоғарғы қабаттарында қайта пайдалануға мүмкіндік беретін инновациялық жасартқыш құрам жасауға арналған. Мамандар регенерация технологиясы құрылыс қалдықтарын азайтып, энергияны үнемдеп, көмір қышқыл газын қысқартатынын айтады. Жоба 2025-2027 жылдарға арналған ғылыми конкурстың гранты аясында жүзеге асырылуда. Ол климатқа бейім экологиялық таза отандық құрам әзірлеуге мүмкіндік береді және жол жамылғыларының сапасы беріктігін арттырады, саланың айналмалы цикл қағидаларын дамытады.